Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы номер 19 Қонаев атындағы мектеп-гимназиясының информатика пән мұғалімі Әмірханова Ақтолқын Сәбитқызы. Бүгінгі тақырыбымыз 5 сыныпта нысан құру және костюм ауыстыру. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты алгоритмді сөз түрінде ұсыну. Ойын ортасындағы программалау кезеңінде нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру. Тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану. Көпір тапсырма. Жаңа нысанды қалай құруға болады? Графикалық редактордың сурет салу құралдары қандай? Костюм ауыстырғанда қандай командалар қолданылады? Меңгерілетін білім. Жаңа нысан құру, нысанға анимация жасау, жаңа костюм құру және оны өзгерту. Яғни балалар, бүгін біз Scratch программасы арқылы костюмдерді ауыстыру командаларын орындайтын боламыз. Бізге ең бірінші кітапта берілген тапсырма күн мен гүл нысандарын құру. Ол үшін біз ең алдымен күн жаңа нысанын құру, күн шығыстан шығу үшін диагональ бойынша тінтуірмен ақпараттық панельге бағытталған көк векторды алып, сағат тілі бағытымен бұру керек. Ашылмаған гүл жаңа нысанын құру. Нысанды бірнеше рет көшіріп, гүлдің ашылу кезеңдерін құру қажет. Аз ғана кідіріс ішінде нысанның костюмдерін ауыстыратын анимация жасау керек. Бізде ол мынау жақта 110 және 109 суреттерде суреті көрсетілген. Жобаға атау беріп сақтаймыз. Жобаның даму бағыттары: дыбыс кірістіру, күннің шығуын қосу, гүл таңертең ғана ашылуы тиіс, спрайт костюмын құру, алғашқы костюмді жаңадан салу керек. Ал келесі костюмдерді бірінші костюмді өзгерту арқылы дайындауға болады. Ол үшін костюмы бөліміндегі копировать командасын таңдаймыз. Бірінші костюмді көшіріп алып, редактировать командасын орындаймыз. Өшіргішпен кейбір бөліктерін өшіріп өзгертеміз. Жаңа костюм дайын болды. Салынған нысанның барлығы ортада тұру қажет. Яғни установить центр вращения командасын таңдау арқылы орындаймыз. Сендерде слайдта көрсетіліп тұр. Күннің скриптісі бөлек және гүлдің скриптісі бөлек. Екеуіне екі бөлек скрипт құрып, яғни барлық нысанды қолмен салатын боламыз. Бізде келесі берілген тапсырма тәтті тосынсый жобасы. Бұл жобаның басты мақсаты аспаз қызға торт сыйлау керек және қыз соған алғысын білдіру керек. Ең алдымен сахнаға фон қойып аламыз. Одан соң аспаз спрайтын құрамыз, қыздың спрайтын құрамыз, әр спрайтқа костюм құру керек. Спрайттарға анимация енгіземіз және диалог құру командаларын орындаймыз. Және міндетті түрде жобаны сақтап, оны көрсетілімге жібереміз. Келесі бізде практикалық тапсырма, яғни кітапта берілген тапсырманы Scratch программасында біз орамал ұстаған ханшайым жобасын құратын боламыз. Оны біз Scratch программасын ең алдымен ашып аламыз. Орамал ұстаған ханшайым программасының жобасының ең басты мақсаты ханшайымның киімінің түсін өзгертіп отыру. Бұған міндетті түрде біз сахнаға фон қойып аламыз. Өзімізге ұнаған фонды таңдап, фонды қоямыз. Мысалы, мен фонды таңдаймын. Окей командасын басамын. Біздің фонымыздың түстірі өзгерді. Енді біз бұл жаққа спрайт қойып аламыз. Спрайтты біз міндетті түрде қолмен салатын боламыз. Ол үшін біз костюмы бөлігіне барып, қылқаламның көмегімен спрайттың суреті саламыз. Бұл жерде бізде спрайттың суреті дайын тұр. Спрайттың суреті салынған, яғни ханшайымымыздың суреті салынып тұр. Осы ханшайымның көйлегін ауыстыру командасын құрамыз. Біз ол үшін ең алдымен костюмдерімізді құрып аламыз. Ол үшін костюмде бірінші ханшайымның суретінің үстінен жанама менюді, яғни тышқанның оң жақ батырмасын басамыз. Сол жақта бізде дублировать командасы шығады. Дублировать командасын таңдаймыз. Біздің ханшайымымыз көбейді. Осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Дублировать еттік. Бізде 4 ханшайымның суреті шықты. Осы ханшайымдардың көйлегінің түсін өзгерту арқылы біз ханшайымның көйлегін ауыстырамыз. Яғни
екінші ханшайымның көйлегін сары түске бояймыз. Ол үшін құрал саймандар тақтасындағы мынау жақта тұрған заполнить цветом, яғни құю батырмасын басамыз. Біздің ханшайымның көйлегінің түсі өзгерді. Келесін үшінші костюмді таңдаймыз. Ол жақта да тура осындай әрекет орындалады. Келесі жасыл түсті көйлекке ауыстырамыз. Ішіндегі жидені де ауыстырамыз. Төртінші, біз қызыл түсті костюмді таңдаймыз. Әрекет тура бағанағыдай қайталанып отырады. Біздің ханшайымыздың костюмдерінің түсі өзгертілді. Енді біз скрипті бөліміне барамыз. Осы жақта бізде кітапта 179 бетте программа берілген. Сол программаны жасайтын боламыз. Ең алдымен, когда щелкнуть по, яғни жалаушаны басқан кезде жұмыс істелінеді. Одан кейін барып, перейти X және Y өстері арқылы қанша -12 және -33 сандарын береміз. Келесі костюмді ауыстыру, яғни сменить костюм таңдаймыз. Одан кейін осы әрекетті 10 рет қайталау, яғни ол управлениеде повторить 10 деген команданы таңдаймыз. Осының ішіне ждать 1 секунд, яғни 1 секунд күту командасын таңдаймыз. Сменить костюм, яғни тағы да костюмді ауыстыруымыз қажет. Бізде 4 костюм болғандықтан костюмді 4 рет ауыстыру керек. Бірінші костюмге 1 деп таңдаймыз, ең бірінші повториттің ішіне кірмеген. Одан кейін екіншіге екінші костюмді таңдаймыз. Келесі тура осыны біз қайтадан жазып жүрмей, копировать, яғни дублировать етіп алсақ болады. Осыны 2 рет дублировать етіп аламыз. Тағы да ең соңына управлениеден 1 секунд күту командасын таңдаймыз. Бірінші костюм қойылды, екінші костюм қойылды, үшіншісіне үшінші костюмді таңдаймыз, және ең соңына 4-ші костюмді таңдаймыз. Осылай біздің ханшайымымыздың костюмы түсі өзгеру керек. Біз енді құрған жобамызды көрсетілімге жібереміз. Ол үшін экранды үлкейтіп, жалаушаны басамыз. Біздің ханшайымның көйлегінің түсі өзгерді. Біздің мақсатқа жеттік. Енді міндетті түрде біз жобаны сақтауымыз қажет. Ол үшін файл, сохранить как командасын таңдап, өзімізге керекті жерге жобамызды сақтаймыз. Бізге бүгін берілген практикалық тапсырма осы болатын. Енді келесі біз үйге тапсырма береміз. Сендерге үйге берілетін тапсырма сахнадағы қонжық жобасы. Яғни бұл жерде біз қонжық сахнаға келеді, сәлемдеседі, қайта артқа кетеді. Тіреледі де қайта сахнаға келеді. Әрекетті 2 рет қайталайды, үшіншісінде жасырынып қалады. Сахнаға бұл жерде міндетті түрде фон таңдаймыз, қонжық спрайтының құрамыз және костюмын өзіміз қолмен әзірлейміз. Қонжыққа скрипт құрамыз, сақтау және жобаны көреміз. Бұл жақта сендерде 179 бетте программасы берілген, сол программасы арқылы біз үй тапсырмасын орындаймыз. Рахмет.